Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, дәмді болып шығатын рулет дайындап үйренеміз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне майонез саламыз, сыр саламыз және ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Противеньге пергаментімізді төсеп, үстіне май жағамыз, сұйық май. Одан кейін жаңағы массамызды жақсылап араластырып, пергаментке құйып, жайып шығамыз. Бір жерін жұқа, бір жерін қалың қылдырмай, тегістеп, барлық жеріне жеткізіп, жағып шығыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15 минутқа пісіріп аламыз. Оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Фарш бізге керек, ұсақтап туралған пияз, бір жұмыртқа және дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай болып пісіп шықты. Енді оны аударып, ішіне начинкамызды салып ораймыз. Содан кейін пешке 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз осылай болып шықты. Үлкен көлемде шығады. Толық суығаннан кейін жұқалап турап
тарелкаға салып ұсынсаңыздар болады. Оңай әрі тез дайындалады, дастарханда өте әдемі көрінеді. Жасап көріңіздер. Менің келесі видеомда ПП шарлотканың рецептісі шығады, сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, өте қуанышты боламын. Аяғына дейін көріп, менімен дайындағандарыңыз үшін рахмет. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар.